Менің Гүлімханнан дәм тат каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен мен бүгін универсальное тесто, қазақша айтқанда әмбебап қамырдың түрімен бөлісетін боламын. Бұны бұлай атаған себебім, бұл қамырмен мен қазір пицца жасап жатырмын. Бұл қамырмен басқа да ішіне қима фарш салу арқылы пирожки, яғни бәліш пісіруге де болады, тоқаштар пісіруге де болады. Не болмаса ішіне тәтті тосап джем салу арқылы бұмен басқа да пісірме түрлерін жасап шығаруға болады. Оның барлығының суретін сіздерге осы видеоның соңында қалдырып қойдым. Соңынан қарап алсаңыздар болады. Біз барлығын қосып, құрамына заттардың барлығын осылай бірге біріктіріп аламыз дағыны жай қамыр елес алатын боламыз. Ол қамырымызды бетін пакетпен жауып, тоңазытқышқа қоятын боламыз. Кішкене жарты сағат қамыр тұнуы керек. Осы қамырмен мен кейде тапсырысқа пиццада дайындай беремін. Өте жұмсақ болып шығады. Осылай қамырдың бетін жауып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Мынау бізде бетіне қалаған заттарыңызды турасаңыздар болады. Мен қызанақпен осындай сосиска алдым. Осылай пісіреміз. Мына біздің пиццамыз қазір өте ыстық болып тұр. Ыстықтай кезінде сырды бетіне осылай төсеп аласыздар. Сыр для пиццы дегенді алдым. Ыстықтай кезінде төсейсіздер да, кішкене пештің өзінің қызуына шамалы қойып қоясыздар, сырларыңыз ерігенше. Бетіндегі ірімшік еру керек. Мына біздің пиццамыз қазір ортасын көрсетемін сіздерге қандай болғанын. Шамалы осындай болып көтеріледі. Және де осындай керемет қосымша тағы да басқа пісірмелер жасап шығаруға болады. Қош сау болыңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар.